Баршаңызға сәлем достар. Бүгін біз өте дәмді символ атты салат дайындаймыз. Бұл өте жылдам дайындалатын қарапайым салат рецептісі. Ең алдымен 2 жұмыртқаға 1 ас қасық майонезді қосып, жақсылап араластырамыз. Isып тұрған табаға шамалы сұйық майды құйып, біркелкі етіп жағамыз. Сосын араластырылған массамызды құйып, құймақ пісіреміз. Қиярды соломка етіп тураймыз. Алмаларды да соломка қылып тураймыз. Піскен тауықтың төс етін соломка етіп тураймыз. Жұмыртқадан піскен құймағымызды ұзыншақ соломка қылып тураймыз. Грек жаңғағының жартысын салатқа қосамыз. Төрт-бес ас қасық майонез қосамыз және шамалы тұздап, қолмен жақсылап араластырамыз. Қалған грек жаңғағын салаттың бетіне себеміз. Достар, біздің салатымыз дайын болды. Бізде өте дәмді салат шықты. Егер сіздерге рецепт ұнаса, онда каналыма тіркеліңіздер және қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Сонымен қатар комментарий қалдырыңыздар. Келесі видео рецепті кездескенше сау болыңыздар.